бір қажетіңізге жарар. Күн сайын ерте және бір уақытта тұрыңыз. Күніңізді Аллаға деген алғыспен бастап, қайда жүрсеңіз де Аллаға деген шексіз алғысыңызды айтып жүріңіз. Не айтып жатқаныңызды сезініңіз. Өзіңізді жақсы көріңіз. Күнде айнаға қарап, өзіңізбен сөйлесіңіз. Айналаңыздың бәрінен сұлулық көріңіз. Адамдарды, табиғатты, жан-жануарларды барлығын жақсы көріңіз. Теледидар көрмеңіз, газет-журнал оқымаңыз. Үзбей кітап оқыңыз, білім алыңыз. Алған білімді өмірде пайдаланыңыз. Қасыңыздағы кез келген адамнан бір жақсы нәрсе үйренуге тырысыңыз. Кез келген адамның бойынан жақсыны көруге тырысыңыз. Әрбір сынақты өзім үшін қайырлы сыйлық деп қабылдауды үйреніңіз. Ол расында да солай болады. Спортпен айналысыңыз. Жүгіру, тауға жүгіру, жаттығу, мұздай су құйыну. Өзіңізге қажетті аффирмацияларды жиі оқыңыз. Біреу ашуыңызға тигісі келіп, ауыр сөз айтса да қабылдамаңыз. Ашуланбаңыз, ұрыспаңыз. Тек Алланың нұры жаусын саған, мен сені жақсы көрем деп айтып тұра беріңіз. Сыртыңыздан сөз айтылса, тірі екеніңізге қуаныңыз. Біреулерден алда келе жатқаныңызға қуаныңыз. Шабыт алыңыз. Аллаға алғыс айтыңыз. Еш нәрсені уайымдамаңыз. Қолыңыздан келгенді жасаңыз. Қалғанын Аллаға сеніп тапсырыңыз. Барлығы сіз ойлағаннан да керемет боларына сеніңіз. Тек Алладан сұраңыз. Тек Аллаға сеніңіз. Елге ақыл айтудан аулақ болыңыз. Тек өзіңіз жасап пайдасы тиген кеңесіңізбен бөлісіңіз. Жақын адамдарыңызға, әке, шеше, бауыр дос, жиі хабарласып тұрыңыз. Уақыттың қадірін біліңіз. Әр уақытын қадірлеген адам өзгенің де уақытын бағалары сөзсіз. Әр бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізіп үйреніңіз. Киім, кітап, ыдыс-аяқ, азық-түлік сөрелерін жиі сұрыптап тұрыңыз.